мен Ая. Боз бет кейлім ендеше, боз бет кейлім ақау, боз бет кейден ендеше, мал кетпейді ай, қоғалай, қоңыр салқын ей, малға жай. Қоғалай, қоңыр салқын ей, малға жай. Алақай, ата, тамаша, керемет екен. Ата, керемет. Бұл әнді сонау бала кезімізден айтамыз. Халық әні ғой. Бала кезімізде дейсіз бе, ата? Иә, балапаным. Ол кезде ауыл балалар боп жиналап, өзімізден үлкен әнші күйші аға-әпкелерімізден күй шерту, әдемі ән айтуды үйренетінбіз. Иә. Ата, менің де домбырамен күй шертіп ән айтқым келеді. Бізге домбыра үйретіңізші. Менің де ән айтқым келеді. Үйретіңізші, ата. Иә, тосының ақылдылары, талаптарыңнан сол. Әрине үйретем. Үйретпегендеші. Әжесі естимісің? Иә. Әжең екеуміз сендерге арнай дайындаған тосын сыйымыз бар еді. Ау, әжесі, әкеле ғой. Әкел уақыт келді. Әкел. Қане? Қазір қанекей. Мәссаған. Қанекей. Қане ал. Бәрекелді. Аятаймын ал саған. Ал саған. Мынау не, әже? Иә. Халқымыз домбыраны ерекше қадірлеген. Мына үкінің қауырсыны әдемілік үшін тағылады. Үкілі домбыра деген осы. Ата, сіздің домбыраңыз үлкен, ал менің домбырам кішкентай. Өзіме тұп-тура, ыңғайлы екен. Қазақ халқының арасына өте ерте және кең тараған домбыраның тұтас ағаштан ойылып, немесе ағаштардан құралып жасалатын түрлері көп. Домбыраның екі шектісінен басқа да үш шекті, қос жақты, кең шанақты, қуыс мойын деген түрлері бар. Ал енді балғын балаларға арналған бұндай домбыраның түрін халқымыз шіңкілдек деп атаған. Шіңкілдек? Қалай? Өздеріңе ыңғайлы ма? Иә, ыңғайлы. Әли, Ая, аталарың бұл домбыраларды сендерге арнап әдейі ағаштан ойып жасады. Қандай керемет. Ата, рахмет. Рахмет, ата. Шіңкілдек домбыра. Ыңғайлы ғой, Ая. Құлыным сол. Иә, ыңғайлы. Қызық. Шіңкілдек. Ал енді бергеліңдер. Жүре ғой, Ая. Мына жерге ыңғайланып отырыңдар. Мына пернелерді сол қолдың саусақтарымен басып, оң қолдың саусақтарымен мына қос шекті қағамыз. Яғни шертеміз. Қағамыз. Ал енді сендер жарайсыңдар. Енді бірге ойнаймыз. Ата, тамаша ғой. Әрине, қолданым. Әже, көрдіңіз бе? Домбыраны жақсы шертем бе? Алтыным ау, жақсы, өте жақсы. Аятай, дайынсың ба? Кәнеки бастаймыз. Үкі таққан үлпілдек, домбырам бар шіңкілдек. Пернелерін саумалап, ән үйренем біртіндеп. Күміс көмей бүлкілдеп, өлең айтып жүрсін деп. Алтын жаза сыйлаған, домбырам бар шіңкілдек. Күміс көмей бүлкілдеп, өлең айтып жүрсін деп. Алтын жаза сыйлаған, домбырам бар шіңкілдек. Домбырам бар шіңкілдек. Ей, жарайсыңдар, балапандарым. Бәрекелді. Көңілімізді бір көтеріп тастадыңдар ғой. Ата, сіздерге рахмет. Әже, рахмет. Әже, мен де домбырамды ана жерге ілсем бола ма? Әрине болады. Әли,
Sen de ele koy dombrаңды, қане? Жарайды. Енді балаларым сыртқа шығып біраз бой жазып ойнауға қалай қарайсыңдар? Алақай, ойнаймыз. Барып ойнаңдар. Ойнаймыз. Ақтөс, жүр кеттік, ойнаймыз. Жегім жүре ғой. Алақай! Мен бірінші, мен. Ая, қандай ойын ойнаймыз? Білмеймін. Ата келе жатыр. Неге ойланып тұрмыз балапандарым? Біз қандай ойын ойнаймыз деп ойланып тұрмыз, ата. Әли, Ая, ойынның түрі болып қой. Мынадай табиғаттың аясында таза ауада түрлі ойындар ойнап, дене шынықтыруға да болады. Дене шынықтыру дейсіз бе? Иә, балапандарым. Шынықсаң шымыр боласың деген халық нақылы бар. Шымыр? Түрлі жаттығулар жасап, бойымызды, ойымызды сергетуімізге болады. Олай болса, біраз жаттығулар жасап, денемізді қыздырып алайық. Содан соң жүгіріп жарысып, арамыздағы желаяқ жүйрікті анықтасақ қалай болады? Алақай, ата, желаяқ жүйрік деген не? Я? Желаяқ жүйрік деп, қуса жететін, қашса жеткізбейтін жүйрік адамды айтады. О, қандай қызық. Ата, мен желаяқ бола алам ба? Желаяқ болғым келеді. Әрине боласың. Ол үшін үнемі таза ауада күннің көзінде денені шынықтырып жаттығулар жасап отыру қажет балам. Сонда желаяқ та боласың, денің де сау болады. Жаттығу жасайық. Әне, бастаймыз. Ая, менің артымнан қайталайық. Атаға қарашы. Таза ауаға шығайық, шеңбер құра тұрайық. Бір, екі, шапалақты ұрайық. Бір, екі, үш, тез серпілетіз. Бір, екі, үш, тез серпілетіз. Күш қалмасын азайып, қолды көкке созайық. Бір, екі, атамыздан қалыспай, серпіле бой жазайық. Бір, екі, үш, тез серпілетіз. Бір, екі, үш, тез серпілетіз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Жарайсыңдар. Енді жарысты бастайық. Жарыстың ережесі мынау. Тап осы жерден бастап, анау тұрған ағашқа дейін жүгіріп барасыңдар. Мынау мәре сызығы. Осы жерден анау ағашқа дейін кім бірінші болып жетеді, сол желаяқ жүйрік атағына ие болады. Ата, жарысқа көжекте қатысса бола ма? Жарайды, қатыссын, Аятай. Ата, Ақтөсте, ботада қатыссын жонда. Иә. Қатыссын құлыным. Ал енді мына жерге. Бәрің бір сызықтың бойына бір қатарға тұрыңдар. Мені мұқият тыңдаңдар. Мен қашан баста деймін, сол кезде жүгіріп бастайсыңдар. Жарыс ережесі түсінікті ме? Түсіндік, ата. Олай болса, балаларым, дайындаламыз. Бір, екі, үш, баста! Ақтөс, жүгір. Ақтөс, жүгір, қалма. Ай, жарайсыңдар. Мәне, тамаша. Мен бірінші. Алақай. Мәне желаяқ. Менің әлейім нағыз желаяқ. Ата, мен де. Сен де алтыным. Ата, өте қызық болды. Әли аға, жарайсың. Мен желаяқпын. Көжегім менің, сен де желаяқсың. Келе ғой. Көжек. Біз бірінші бола